Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін осы заттардан қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Барлық керек заттарды дайындап аламыз. Бізге 500 грамм сүт болады. Соны кастрюльге құйып, жай отқа қойып қоямыз. Қайнатпаймыз, тек қана ысу керек. Сүт ысимын дегенше 2 жұмыртқаға 200 грамм шекерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Көпіртпейміз, жай ғана араластырып аламыз. Міне осылай венчикпен жақсы болады. Достар, егер видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Енді 40 грамм крахмал керек болады. Егер крахмал болмаған жағдайда 2 ас қасық ұнды қоссаңыздар болады. Өте дәмді шықты, сондай формасын ұстайтын. Міне барлығын араластырып болғаннан кейін, ысыған сүтімізден азғантай бөлігін осы салмамыздың үстіне қосып тез-тез араластырамыз. Себебі құрамында жұмыртқа бар, пісіп қалуы мүмкін. Енді осы қоспаны мына газдың үстіндегі қалған сүтке құйып, тез-тез араластырып тұрамыз бұны да. Менде камераға түспей қалды құйған кезім. Және кішкене пышақтың ұшымен ванилин қосамыз дәмі үшін. Сөйтіп, тоқтатпай араластырып тұрамыз да. Жұмсақ сармайды қосамыз. Және араластыра береміз. 2 минуттарда осылай қоюланып бастайды. Неге? Тоқтатпаймыз, қозғауды солай пісіреміз. Крем өзімізге қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген тортқа қосуға болады. Піскеннен кейін осындай кастрюльде қалмау керек. Бөлек басқа тұсқа құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатып аламыз. Кез келген тортқа жасап, осылай формалар жасауға болады. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Қош сау.